Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жақсы тамақтану көп тамақ жеу деген сөз емес. Әлем бойынша ең ұзақ өмір сүретіндер Кавказда тұрады екен. 100 жастан аспайтын кавказдық кем-де-кем екен. Мұның сыры зерттелгенде, олардың ұзақ өмір сүруінің негізгі себебі үздіксіз жұмыс істеу, ерте жатып ерте тұру және тамақты аз жеу екендігі анықталған. 100 жасаған бір кавказдық өмірден түйгенін бір ауыз сөзбен былай жеткізеді: аталарымыз бізге дастарханға тек ашыққанда ғана отыруды және тоймастан тұрып кетуді үйреткен. Сондықтан түсінігімізде май сөзі жоқ. Осыны айтқанда сыныптағы ең толық бала Бекболат біраз ыңғайсызданып отырды да қолын көтеріп сөз сұрады. Мен оған: Бекболат, мен қазір сөзімді аяқтайын, содан соң саған сөз кезегін беремін деп едім. Философ Мұрат орнынан атып тұрып: ағай, Бекболат диета ұстауға, ашығуға қарсы, оған сөз беріңізші, бізге көп жеудің пайдасын айтсын деді. Мен келісіп: мейлі Бекболат, айта ғой дедім. Бекболат болса философ Мұратқа ашулана қарап сөз бастады. Мен сіздің айтқандарыңызға қосыламын, дегенмен аз жеу керек деп диета сақтап, ораза ұстап, дұрыс тамақтануды бұзып алмаймыз ба? Дұрыс тамақтанбау әлсіздікке душар етеді. Оның басқа да зияндары бар, деді Марат. Мен: Бекболат, сөзің орынды, дұрыс тамақтанбау әлбетте зиян. Алайда аз жеу мен дұрыс тамақтанбау екеуі екі түрлі нәрсе. Ол екеуін шатастырмау керек. Не болса соны жеп, көп тамақтану дұрыс тамақтануға жатпайды. Керісінше, аз жеу арқылы тамақтануды дұрыс жолға қоюға әбден болады. Семіздік тудырмағанның өзінде шамадан тыс көп жеу өте зиянды. Ол ағзаға артық жүк болып табылады. Сарапшылар бұны зерттеген. Қосымша ақпарат ретінде профессор, медицина ғылымдарының докторларының жетекшілігімен құрылған топтың ғылыми зерттеуіне қарап көрейік. Олар былай дейді: шамадан тыс көп жеу дененің күшін арттырмайды, керісінше әлсіретеді, әр адамның экономикалық жағдайына зиян келтіреді. Мұның себептерін 3 топқа бөліп қарастыруға болады. Бірінші, тамақты шамадан тыс көп жеуден ас қорыту жолы және шектер толып тарылады да ағзаның дұрыс жұмыс жасауына кедергі жасайды. Сонымен қатар, жасушалардың қалыпты қоректенуі бәсеңдейді. Сөйтіп, іш қату, семіздік, буын ауруы, ревматизм және рак ауруларына душар етеді. Екіншіден, адам ағзасы шамадан тыс желінген астың зиянынан қорғану үшін ас қорыту мүшелерінің жұмысын бәсеңдетеді. Сөйтіп, асқазан, ішек, бауыр және бүйрек ауруларына жол ашады. Үшіншіден, артық тамақтағы әрбір молекула үшін ас қорыту мүшелерінен көптеп сөл мен ферменттер бөліне бастайды, және олар өте көп мөлшерде бөлінеді. Олардың артығымен бөлінуі әрі қолданылмастан ағзадан шығуы денеден көп энергияны бостан-босқа шығуына себеп болады. Көл-көсір байлық пен аста-төк молшылыққа көзі тоймай, құлқыны арандай ашылып, дүниелік ләззаттың соңында жүргендерге құрдымға кете береді. Әсіресе тамақты бойға қуат жинап, әлдену үшін жеу керек болғанмен, оны өмірдің мәніне айналдырып жіберетіндер аз емес. Олар аштықты басу үшін тамақтанудың орнына ләззат алып, рахаттану үшін тойғанын білмей жей береді. Басқаша айтқанда, өмір сүру үшін тамақ жемейді, тамақ жеу үшін өмір сүреді. Байлық, имансыздық және осы секілді рухани дерттердің салдарынан көптеген іргелі елдердің іштей іріп жатқаны тарихи шындық. Осы тақырыпқа қатысты мысал ретінде Лот пайғамбардың қауымы Содом мен Гоморра тұрғындарын келтіруге болады. Олар әртүрлі тамақты тоя жеп ләззат алуды өмірдің басты мәні деп есептеп, жейтін асылының адал арамына қарамаған. Ашқарақтық, мешкейлік олардың басты ерекшелігі еді. Әбден тойса да, қайтадан тамақ жеп рахатқа бату үшін құсық қауызы деп аталып кеткен арнайы орынға барып, бар ішкен жеген құсып тастап, дастархан басына қайта келіп, қолына түскенді ашқарақтан аузына тықпалаған. Адам осылай құлқынының құлы болып, тек ішіп жеу үшін өмір сүреді де хайуанның дәрежесіне түседі. Тіпті Алла тағала ақыл берген адамның қомағайлықпен жануар деңгейіне дейін түсуі жануардан да бетер екендігін көрсетеді.